Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін Түркістан қаласындамыз. Білім Қазына қорының YouTube-тағы каналына қош келдіңіздер. Бабалар ізімен жобасының аясында Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесін түсіруге келді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 11-12 ғасырда өмір сүрген. Хазинат аль-Асфият еңбектерде аңыздар бойынша Қожа Ахмет Яссауи Шымкент қаласынан 15 шақырым ұзақта Сайрам елді мекенінде дүниеге келген. Рухани ұстазы Арыстан бабадан тәлім тәрбие алғаннан кейін білімін Бұхарада жетілдіріп, әкесі Ибрахим шайхтан рұқсат батасын алып, Яссы қаласына келіп қонысқан. Түркістан қаласының алғашқы атауларының бірі Яссы қаласы деп аталған. Қалған өмірін осында жалғастырып, бүкіл түркі жұртының пірі ұстазы, Орта Азияда ислам дінінің ішіндегі, яғни сопылық ілімін насихаттау дін ғұламасы. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, яғни қайтыс болғаннан кейін жергілікті тұрғындар шәкірттері осында келіп жерлеп, кішігірім 2 бөлмелі кесене орналастырған. 200 жыл өткеннен кейін, яғни 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен, яғни бір жағынан әулиеге құрмет ретінде, екіншіден осындағы сыр өңірінде қалада халықты өзіне қарату мақсатында осы өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай зәулім кесенені тұрғызуға әмір, яғни бұйрық берген. Кесененің сызбасын толықтай өзі жасаған. Кесене 2 қабаттан тұрады, 35 бөлме қамтылған. Жоғары қабатта 23 хужра бөлмелері, яғни шағын бөлмелер болса, төмен қабатта 12 бөлме, оның ішінде 4 хужра бөлмелері, қалғандары үлкен яғни қазандық бөлмесі, үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана, асхана, кітапхана, мешіт, қабырхана бөлмелерін тұрады. Әр бөлмеге кіретін 8 дәліз қарастырылған. Қазандық бөлмесі Орта Азияда ең үлкен күмбездердің бірі. Қышпенен өрілген, ішінен биіктігі 39 метр, сыртынан 41 метр. Жатқан жерлер жайлы, топырақтар торқа болсын. Аллаху акбар. Енді мына бөлмеде бірнеше көптеген көк тастар тұр. Қаншама ата бабамыз жерленген. Осының бір тарихын айтып берсеңіз. Жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің, яғни қазандық бөлмесінің қазба жұмыстарын, 96 жыл қазба жұмыстары жүргізу барысында бірнеше ірі денелі адамның сүйектері шығады. Яғни бұл жердің өзі 5 ғасырдың өзінде мазар болғаны анықталған. Кейіннен 14 ғасырға дейін адам жерленіп, одан кейін біршама уақыт адам жерлене тоқтатылған. 16-17 ғасырда Есім хан Түркістан қаласын қазақ ханды астанасы етіп жариялағаннан кейін соңғы өмірін осында жалғастырып, соңғы дүниеден өтер шағында мені әулиенің жанына, яғни кесененің ішінде, бұл ғимараттың ішінде жерленуге емес, мені сыртқа жерлеңдер деп Есім ханнан бастап қайта жерлене бастады. Есім хан, Тәуке хан, Жәңгір хан, Жәнібек хан, яғни Әбілфейіз, Сәмеке, Болат хан, Аулай хан сынды 21 хан, 8 сұлтан, 22 би, 63 батыр жерленген. Кезінде сырттағы бейіт мазарларының көпшілігі уақытында қиратылған, топырақтардың көпшілігін күлтөбеге апарып, құлпытастардың көпшілігі құрылысқа пайдаланып, соның ішінде сақталып қалғандары ғана. 1999 жылы, білесіздер, бабаларымыз сүйегіне құрмет ретінде сыртта жатуы, ұқыпсыз. Сөйтіп осы жерге алып келді ғой барлығын. Осында 99 жыл 3 маусымда тереңдігі 4, ұзындығы 8 метр жерге, көріп отырғандарыңыздай 700-ден астам адамның сүйегі жерленген бұл жерге. Оның ішінде 236-сы кімдер екен белгілі, қалғандары әлі күнге дейін зерттелуде. Оның ішінде осы кесенеде 21 хан, 8 сұлтан, 22 би, 63 батыр жерленген. Көк тастар да сол сыртта жатқан мазарлардың үстінен алып келген ғой? Дәл солай. Сол құлпытастар. Есімдері оқылуға келгендері. Мына жерде 700 адамның сүйегі осы жерге жерленген болса, бірақ мына көк тастар 700 түгіл 70 данада шықпайды ғой, 700 дана тас қалмаған ба сонда? Жалпы айтып отырық, бұл жерде 700-ден астам адам сүйегі жерленгенмен, оның ішінде 236-сы кімдер екені белгілі. 21 хан, 8 сұлтан, 22 би, 63 батыр. Құлпытастардың көпшілігі кезінде мазарлардың, бейіттердің бәрін қиратылған кезде, бір ғасыр топырақты аламыз деген желеумен сырттағы мазараттардың бәрі қиратылған. Топырақтардың бәрін күлтөбеге тастап, құлпытастардың көпшілігін, блужник деп жатамыз, құрылысқа пайдаланып жүрген. Соның ішіндегі сақталынып қалғандар, есімдері оқылуға келгендердің есімдері жазылған. Көп тастарды байқасаңыздар, бастарына белгісіз деп жазылған. Яғни оларды оқылуға келмегендіктен осында белгісіз деп жазылған. Сол үшін сақталынып қалғандар ғана. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah subhanahu ve teala осы Kur'an-ı Kerim ayetlerine hasıl olsun oldulardı. Evvela la ilahe illallah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam. Осы жерде қорымда жатқан бабамыз Қолқожа Ахмет Ясауи бабамыздың аруақ шарифтеріне, осы қорымда жатқан бүкіл момын мұсылмандардың рух шарифтеріне бағыштап, Алла субханала тағала марқұмдардың жатқан жерін жайлы топырақтарын торқағылап көр, үй ішімізге, бала шағамызға береке, бірлік бере көр, Алла қойған мақсаттарымызға жеткізе көр, дұға тілектеріміз қабыл қыла көр. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Бұл бөлме үлкен Ақсарай бөлмесі деп аталады. Әуелгіде дәруіштердің зікір салған бөлмесі болатын болса, кейінде хандардың қабылдау қызметтерін атқарған. 1694 жылы Тәуке хан осы бөлмеде орыс патшасы Петр біріншінің елшілерін қабылдаған болса, 1765 жылы Абылай сұлтан Әбілмәмбет ханның тұсында, яғни Цин патшалық Қытайдың елшілерін қабылдаған. Сол секілді үлкен хандарын қабылдау қызметтерін атқарған. Және де бұл бөлменің екінші бір атауы Арғындар сарайы деп аталған. Арғындай сарайының аталу себебі осы бөлмеге арғынның игі жақсыларын құрмет ретінде жерлеп отырған. Соның бірден бір дәлелі алдарыңызда тұрған Қаздауысты Қазбекбек бабамыздың құлпытасы. Қаздауысты Қазбекбек бабамыз Қарағандыда, Қарқаралыда, Ерейментауда дүниеден өтер шағында баласы Бекболатқа аманат етіп, мен дүниеден озғаннан кейін менің сүйегімді Түркістанда Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне алып барып жерледі. Соны ақпан айында қайтыс болған Қаздауысты Қазбекбек бабамыздың баласы Бекболат бір жарым ай дегенде, яғни қазіргідей техника жоқ, сондықтан ол жақтан жету өте қиын, қысы қалың болғандықтан осында бір жарым ай дегенде әкеп жерлеген. Көріп отырғандарыңыз Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың қабірхана бөлмесі. Осында Қожа Ахмет Ясауи мәңгілікке жай тапқан жер. Қабірхана бөлмесі, яғни кесененің ішіндегі толығымен аяқталған бөлме. Яғни күмбезінің биіктігі 21 метр, 3 метр мойын түскен, сыртынан екінші қабат күмбез түскен, яғни қос күмбез дейді. Ол жерде 52 қатпар келеді, 52 қатпар бір жылда 52 апта барын білдіреді. Ал мынау құлпытас Әмір Темірдің бұйрығымен арнайы Үндістаннан алдырылған серпентинит деп аталады. Қымбат бағалы құлпытас, қатты жынысты, құрамалы құлпытас. Әмір Темір өзінің вакуфнамасында келуші зияратшылардың қабірханаға кіріп аяқ асты етпеу үшін екі дәліз жасағандығын жазады. Яғни шығыс дәлізі мен батыс дәлізін келуші зияратшылар осында Құран оқып, дұғаларын жасап, артқы есіктер арқылы шығып кетіп отырған. Келесі бөлменің мешіт бөлмесі. Мешіт бөлмесі бұл жерде де көріп отырғаныңыздай қазандық бөлмесі секілді, яғни сталактиттермен өрнектелген. Бұл жерде кесенеде қазандық, мешіт және де қабірхана бөлмелер осыны сталактиттермен өрнектелген. Бір жағынан әдемілік, әсемдік көрсетіп тұрған болса, екінші жағынан акустика, дауыс реттегіш, Құран оқылғанда ерекше дауысты шығарып отырады. Және де бұл күмбезді қарасаңыз 16 жарықтандырғыш панжара терезелермен қойылған. Кесененің мешіт және кітапхана бөлмелер кесененің батысынан салынған. Ондағы мақсат, яғни бір жағынан күннің түсу тиімділігін, яғни жарық сәулені тиімді пайдалану. Бізде білесіздер, күннің түсуі кесененің жалпы батыс жақтан ұзақ тұратын болғандықтан, яғни білім алу үшін де, ілім үйрену үшін де, яғни жарықтың тиімді пайдалану үшін осылай жасалып отырған. Отырған михраб, яғни биіктігі 3,5, ені 2,5 метр. Яғни Меккеге Қағбаға бағытталған ойық, сыртында Құран кәрімнің 2-ші сүресі, Бақара сүресінің ішіне келетін 41-ші бетте Аятул Курси жазылған.
және де ортаңғы намаздың ортасында жазылды, ортаңғы намаздарыңа, яғни ортаңғы намаздарға сақ болыңдар, білесіңдер, екінті намазын осы жерде меңзеп кеткен. 1865 Черняев, яғни Бүйрекпен бастаған әскерлер кесененің оңтүстік батыс, жалпы батыс қабырғаларынан зеңбірекпен 12 рет атқылап, соның ішінде осы мешіт және асхана бөлмелер негізгі зардап шеккен бөлмелер болып табылады. 1885 жылы осы мешіт бөлмесінің қабырғаларының құлап кету қаупі болғандықтан сыртына тіреуіш контрафорстар қойылған. Яғни 4 дана контрафорс қойылған. Оның біреуін 1954 жылы алғаш реставрация жүргізу барысында біреуі алынған, қазіргі таңда үшеуі осында. Жалпы бұл мешіт бөлмесі, бұл кесене, біз жалпы кесене деп айтыламыз ғой. Негізі бұл жерде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қабірхана бөлмесіне кіреберіс есігінің жоғары жағында Әмір Темірдің осында сыйға тартқан туы орналасқан. Басында 5 килограмм, салмағы 97 сантиметрлік лауха орналасқан, яғни сабы 8 метр ағаштан жасалған. Оның басында, яғни ең ұшында қоладан жасалған Алла деген жазу түскен. Ортасында 4 үлкен халифа Хазіреті Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаху сынды яғни сахабалардың есімдері жазылған болса, төменгі конус дейді, ол жерде осы туды Әмір Темір көреген Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ханакасына сыйға тартты деген жазу жазылған. Яғни бұл жердің тек қана кесене ғана емес, бұл жер үлкен бір ханака. Яғни бір күмбездің астында қабірханаңызда бөлмесі бар, үлкен қазандық бөлмесі де, жаңағы мешіт бөлмесі, кітапхана, бүкіл комплекс, яғни құжыра бөлмелерінде, яғни медресенің де топтастыра білгендіктен бұл жер үлкен ханака деп аталынады. Яғни бұл жерге келуші зияратшыларға бір айта кететін осыз, білесіздер, бұл жер үлкен мәдени, яғни орталық болғандықтан келуші зияратшылардың осында ашық-шашық келмеуі біз үшін өте үлкен, қазіргі таңда үлкен былайша айтқанда проблема десек те болады. Бұл жерге келуші адамдардың өзі, біздің қазақ үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп өткен, сондай бір осында қазақтың игі жақсылар, үлкен батыр бабаларымыз, хан би сұлтандарымыз жерленгендігін, оның үстіне ең үлкен әулиелердің сұлтаны болып тұрған Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жерленгендіктен бұл жерге құрмет ретінде әйел заты, яғни әпкелеріміз, қарындастарымыз осында шаштарын орамалмен жауып, етек жеңдерін қымтап, яғни шалбарланып келмей, ол ұзын етек көйлектермен келсе деген бізге көпшілікке осындай ұсынысымыз да бар. Сұранамыз сондай нәрселермен келсе екен. Бұл бөлме кітапхана бөлмесі. Кітапхана бөлмесі мен мешіт бөлмесінің, яғни кесененің батысына салынған. Оның өзі архитектуралық ерекшелік, бір жағынан қарап отырсаңыз, тал бесіктен жер бесікке дейін, яғни бесіктен қабірге дейін білім алу керектігін меңзеген болса, екіншіден күннің сәулесін тиімді пайдалану. Бізде де қазір жарық шамдар болатын болса, бұрын кезде май шамдар болады. Сондықтан күннің сәулесі осы батыс қабырғаларынан түсетін болғандықтан, ілім үйрену үшін де, білім алу үшін де, яғни күннің сәулесін тиімді пайдалану. Және де бұл жерде жаңа айттық қой, кесененің қабірхана бөлмелеріне зиярат ету үшін екі дәл жасалған болса, бұл жерде кіру есігі білім есігі деп аталады. Яғни кесененің батысынан кіру есігі. Яғни ар жақтағы зиярат етуге бір-бірлеріне кедергі жасамау үшін ілім алатын, білім алатын адамдар осы бөлмеден кіріп отырған. Яғни осы есіктен кіріп отырған. Ал мынау суретке қарап отырсаңыз, 14-ші сол кездегі адамдардың білім алуындағы көрінісі Қуаныш Жетпек деген ағамыздың туындысы. Бұл кітапхана бөлмесі деп аталу себебі осы бөлмеден бірнеше Құран кәрімдер табылған, сырттары ешкі терісімен қапталынған. Бізде сақтау мүмкіншілік болмағандықтан қазіргі таңда Алматыдағы ұлттық кітапхананың қорында сақтаулы тұр. Мынау кесененің, яғни әуелгі 12-ші ғасырда тұрғызылған кесененің қыштары. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өмір сүру жөнінде ғалымдардың арасында әртүрлі пікірталастар туғызғандықтан, бір ғалымдар 11-ші ғасырдың 2-ші жартысында дүниеге келіп, 12-ші ғасырдың 2-ші жартысында дүниеден озды десе, бір ғалымдар 12-де дүниеге келіп, 13-ші ғасырда дүниеден озды деген. 1954 жылы Мянковский бастаған ғалымдар кесененің солтүстік батыс қабырғаларын ашу барысында өздеріңіз көріп отырған кесененің қыштарын, әуелгі 12-ші ғасырда тұрғызылған кесененің қыштарын табады. Яғни бұндағы ою-өрнектер Қараханит дәуіріне тән ою-өрнектер болғандықтан, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 12-ші ғасырдың 2-ші жартысында қайтыс болған, әуелі кесене сол кезде тұрғызылған деген тоқтамға келеді. Әмір Темір құрылыс жүргізу барысында бұрынғы кесененің қыштарын, яғни қиратпай, сыртынан қаптау арқылы жасап отырған.
Аға, осы зиярат, мазар сөзі, мазардың мағынасы, осы бабамыздың кесенесіне келіп жатқан уақытта кейбір адамдар білмейтін сияқты, ішінде бабамыздың жатқан жері және мешіт бар, намазхана бар, асхана бар, хужра бар. Бір баланың оқуына жағдай жасалған үлкен бір комплекс осы. Осы жөнінде Яссауи бабамыздың заманында бұл қалай болды, одан кейін кесене тұрғызылған уақытта қалай болды. Енді біз қазір қадірін білмей жүрміз бе, әлде солай жасай алмай жүрміз бе? Өте жақсы сұрақ қойып жатсың. Мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі деп жатырмыз. Кесене деген біз парсының кешен деген сөзі шыққан, комплекс деген. Бұрын арабтар бұны кулия деп атаған. Әлі күнге дейін кулия дейді ғой. Кулия деген не деген сөз деген кезде бұл терминдік мағынасы бір басқа. Мынау сәулет өнерінің стилі бір басқа. Ирақи стиль деп атайды бұны. Мына біздің таяу шығыстан біздің мына үстіртке дейінгі созылып жатқан аймақ бар емес па? Осының бүкіл сәулетінің үлгісінің бәрі осымен салынған. Оны кейіннен жаңғыртып жайып жүрген осы темір билігі. Әмір Темірдің билігінде тура осы стильменен сәулет өнері дамыды. Бұл құрылыста. Одан кейін біздің мынау кітап өндірісіміз, жазба өндірісінде, мысалы, сулюс жазбалары, стильдері қатты дамыды. Одан кейін Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бұрынғы мазары, сол мазардың үстіне Әмір Темірдің кезінде осы ирақи осы сәулет өнерін қайтадан қондырылды. Жаңа айтып отқан мәселелердің ішіндегі кітапханасы да, асханасы да, мешіті де, мазары да, қарасаң барлығы бір жерде тұр. Бұл негізі осының өзі, осы ерекшеліктің өзі біздің түріктердің исламнан бұрынғы мынау мазарға қатысты түсіндігін толықтырды шын мәнінде. Яғни біз жоққа шығарып бірін ондай емес, үйлестірді де мысалға. Кейіннен өзіңіз білесіздер, мынау мемлекеттілік деген мәселе бар. Сол жерде бұл да Қожа Ахмет Яссауидің ілімі негізінде қалыптасты бізде. Заман, мәкан, ихван, рабты сұлтан деген 4 мәселе. Бізде қазір мысалға түркі ислам өркениетінің басты ерекшелігі, мына Ибн Халдун жазып кеткен Мұқаддима деген еңбегінде қарасаң, қала мен даланың тұтастығы бірінші орында тұру керек. Оны қалай айтады дейтін болсаңыз, ол Ясриб қаласы бұрынғы. Солменен оның айналасындағы рулар, бәдәуи рулар. Кейін исламнан кейінгі Мекке қаласы, одан кейін Мәдинаға ауысуы, Куфаға, Басраға ауысуы, Бағдатқа ауысуы, қалалар ауысып жатыр. Далалар да жай трансформацияға ұшырап қосылып жатыр. Түркі ислам өркениеті деген кезде ең басты мәселе мемлекеттілікті негізге қойып жатыр. Жаңағы қызық. Тура соның копиясы бізде де бар. Біздің мынау Алтын Ордадан кейін біз өзіміз қазақ мемлекеттілік болдық қой. Мемлекеттілігіміздің негізгі қаласы осы Қаратау мен Сырдың бойындағы қалалар болды. Соның ішінде ең басты қала осы жер. Пири Түркістан, Түркістан деген қала. Бұл әрі саяси орталық, жаңа айтып отқан зиярат орталығы, діни тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да осылай қалыптасқан біздің санамызда. Жаңа 24-тен астам ханымыз, 50 шақты биіміз, жаңағы батырларымыздың барлығы жаңағы дала мен қаланың тұтастығы деп жатырмыз ғой. Үстірттен Алтайға дейінгі тұтастық бізде 40 ру, 300 бәр рулар. 40 ру деген әшейін тіркес емес ол. 40 ру деген қазақ 300-ден тұрады. Әр 300-дің бәрін қосқанда 40 негізгі рудан тұрамыз біз. Әр рудың өзінің қожасы, өзінің төресі, иерархиялық тұрғыдан байланысу негіздері бізде мемлекеттілігіміздің бағанағы заман, мәкан, сосын ихван, рабты сұлтан деген мәселені осылай қояды. Сонда зиярат, мазар деген мәселе бізде мынау Қожа Ахмет Яссауидің негізгі осы жатқан жері біз үшін ол орталық. Бағана айтып жатырмын ғой, софылардың түсінігінде, софылық танымда өзі бұл жер саадет, жаңағы аситаней саадет. Бақыттың астанасы делінген жер осы жер орталық. Неге жаңағы бүкіл хандар кеп жерленеді? Себебі ол осы Аллаға жақындау, қақпаға ашылған қақпа осы жер. Жаңа шынайы ақиқатқа ашылған қақпа осы жер. Ол тек қана мазар ғана емес, қарасаңыз, байқаңыз, ол жерде саяси орталықтың да қарасаңыз, өркениеттің де қарасаңыз, Түркістан екі дүние есігі деп тұр ғой. Сонда Аситанен айтып жатыр жаңа есік деп. Ақиқатқа ашылған есік деген осы
Бұл түсінік сол біздің қазақтардың танымында болды. Соның негізінде біз Астана дедік, Мазар дедік, Күлия дедік. Бұл жер біздің киелі. Былайша айтқан кезде ислами, мәдени орталық қой. Иә, қарасаң барлығы осы біздің өзіміздің мұсылман түсінігіміздің айнасы бұл жер шын мәнінде. Кейіннен бұл туралы көптеген ревизия жасағысы келді ғой, мынау сәләфилер келді, вахабилер келді. Біздің оның алдында Совет үкіметінің өзі ғылыми атеистік тұрғыдан бүкіл санамыздың бәрін жаңағы шайып тастағысы келді. Тек қана молағып көрсеткісі келеді. Солағып көрсеткісі келді. Мынау кесененің өзін кәдімгі өзінің бұрынғы небір функциялары бар бұның қызметтері. Ғылыми орталық. Ғылыми орталығы бар, зияреті бар, анау қазан тұр, қазанның өзінің миссиясы бар. Одан кейін зікір мәселесі бар. Сен ана жерде жаңағы халим ботқа деп қояды. Халим деген білесің бе, халим? Халим күнде пісіліп жатыр бұл жерде. Себебі халимнің қазіргі жасалу стилінде ғалымдар айтып жатыр ғой, 18 сағат сүйектің өзі қайнау керек екен. 12 сағат ана бидайдың өзі қайнап тұру керек. Ал деген процесс деген сөз ғой. Сіз бүгінгі берген асыңыз осыдан 3 тәулік бұрын дайындалып тұру керек. Қараса, қайнап жату керек. Демек, бұл жерде үлкен бір жүйе жұмыс істеп жатты ғой. Яғни адамға қызмет ету үшін жасалған орталық екені көрініп тұр. Көрдіңіз бе? Мазар ғана емес бұл жер. Бұл жер әлеуметтік жағы бар, діни жағы бар, сауда жағы да бар. Геосаяси дедіңіз. Бұл геополитика бұл жер. Хандар мына жерге жерленбесе, ол осы жаңағы қалалық бұл осы жер, ал даланың тұтастығы бағана рулардың бір-бірімен сабақтастығын көрсету керек, ыдырамау керек мәселе осындай. Көрдіңіз бе? Әркімнің өзінің билері, сұлтандардың бәрі мына жерге неге жерленіп жатыр? Ол арқадан әкеліп. Себебі орталық екендігімізді көрсетіп жатыр осы жерден. Сондықтан Түркістан деген бұл сол сана тек қана бізде ғана емес, бүкіл түркі ислам өркениетіндегі бүкіл халыққа. Кейбір бәдәуилерде де осы түсініктерді байқайсыз. Бәдәуилердің өзінде. Керексеңіз мына қазір Испания, Италия деген ел бар қазір. Солардың түсінігінде де мына бізден кеткен осы түсініктер әлі күнге дейін сақталған. Атила басқа әсер еткен болуы мүмкін деп өздері жазып жатыр қазір енді. Демек, мына мазар мәселесі бұл жердегі Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мынау кесенесі, Аситане Саадет деген бәрі исламмен бірге трансформацияға, жаңғыруға, қайта түлеуге әкелген негіз біздің тұғырымыз. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жатқан жерін тек бір мазар ғана емес, бұны біздің тарихи санамыздың, мемлекеттілік сабақтастығымыздың платформасы ретінде қарауымыз керек. Рахмет. Құрметті көрермен, Бабалар ізімен жобасы аясында кезекті түсірілім осымен аяқталды. Біздің YouTube-та каналымызға жазылыңыздар, лайк басып пікір жазыңыздар, репост жасаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.